Балалар, жаяу жүргіншілердің өткелінен ғана өтіңдер. Бағдаршамның жасыл түсін күту керек. Жолға жүгіріп шығуға болмайды, мұқият болыңдар. Автобустың алдынан немесе артынан кесіп өтуге болмайды. Көшеде құлаққаппен қатты музыка тыңдама, бұл сенің қауіпсіздігің. Мектепке бару және қайту кезінде бейтаныс адамның көлігіне отырма. Бөтен адамдардан сыйлық немесе ақша алма. Интернетте осы ережелерді сақта. Бөтен сілтемелерге кірме. Бейтаныс адамдарға жеке мәліметтерді жазба. Балалар, есіңізде болсын. Егер төтенше жағдай болса, қорықпаңыз. Ең маңыздысы тыныштық сақтап, дұрыс әрекет ету. Қауіп төнгенін сезсеңіз немесе көмек керек болса, 102 нөміріне дереу хабарласыңыз. Өз атыңызды, қай жерде екеніңізді және не болғанын нақты айтып беріңіз. Телефонды қойып тастамай, полиция қызметкерінің сұрақтарына жауап беріп отырыңыз. Бұл сіздің қауіпсіздігіңіз үшін жасалатын ең дұрыс қадам. Қауіпсіздік ережесін білу өзін қорғаудың ең үздік жолы.